Сәлеметсіз бе, Камила ханым. Жалпы әйел болу негізі қиын деп айтады да. Мен ол нәрсені бір жоққа шығарғым келіп отыр. Қазір бүгінгі әңгімемізде жалпы әйел болу қиын емес. Әйел болып қалу, әйелдік іштегі нәзіктікті сақтап қалу қиын деп ойлаймын. Және де біз бүгін осы туралы сөйлесетін боламыз. Мысалы, әрбір әйелдің басында миллиондаған ойлары болады. Сосын барып жүрегіңізде мыңдаған сезім болады, ал жаныңызда бір ғана үлкен арманы болады әр әйелдің. Сол туралы айтатын боламыз. Осы туралы қысқаша ойыңызды айтып кетсеңіз, Камила ханым. Енді жаңа әйел болу қиын деп жатсыз ғой. Жалпы енді әйел адам болғаннан кейін өмірі балалық шақтан басталады деп ойлаймын. Бірінші жаңа бақытты қыз болу керек деп ойлаймын. Бақытты балалық шағы прям күшті болу керек. Әкесінің махаббатын, анасының махаббатын ерекше сезіну керек деп ойлаймын. Егер сондай ата-ананың махаббатына мұқтаж болмай өскен жан болса, ол бақытты әйел болып өседі деп ойлаймын енді өскенде. Қыз болып та. Жаңа еркектің артынан жүгірмей деген сияқты бар ғой. Сөйтіп ойлаймын өзім. Егер де әкенің махаббаты жетпеген болса, ол андай еркектен іздеп тұрады да, өзінің жолдасынан, жігіттерден енді қыз болып жүрген кезде. Соның бәріне махаббат толық болып өскен жан болса, ол әйел болу қиын деп ойламаймын. Өзінің нәзіктігі де болады, еркелігі де болады, сөйтіп. Мен негізі өзім блогымды бастаған кезде, өзім парақшамды жүргізіп бастаған кезде, әйелдердің ішкі сезімдегі қатып қалған нәзіктігін, қатып қалған сезімдерін ояту мақсатында бастаған болатым. Өйткені біз өзіңіз білесіз, өзіңіз де жарсыз, анасыз, әйелсіз, күнделікті тіршілік, күнделікті сенің әртүрлі өмірлік ситуациялар, әртүрлі қиындықтар әйелдің жүрегін уақыт өте келе қатайта береді. И болашақта әйел андай өз сезімін дұрыс жеткізе алмайтындай болып кетеді, қатты болып кетеді да әйел. Сол бір қаттылықты жұмсартып, бір нәзіктіктерін қайтадан өзіне қайтарғым келеді да әйелдерге. Себебі әрбір жан, әрбір әйел негізі өте сұлу, өте нәзік, жүрегі нәзік әйел болып табылады. Және де бүгін сол әңгімені тереңірек, шынайы түрде сізбен сұхбаттасқым келіп отыр. Және өмірде жетістігі өте көп, бірақ өз нәзіктігін жоғалтпаған Камила Қайратқызы бүгін жүректен жүректе подкастында қонақта. Қош келдіңіз тағы да, Камила ханым. Енді сізге осы бір әйелдің ең бір маңызды құндылығы неде деген бір сұрақтан бастағым келіп отыр. Қалай ойлайсыз? Нәзіктік деген ол не, және әйелдің өмірдегі құндылығы неде? Сол әйелдің енді жаңағы ішінде бір қыз сезімі болу. Көп айтып жатады ғой. Қызыңнан қыз болуды үйренесің, анаңнан ана болуды үйренесің деген сияқты. Соның барлығын қосып бір адамды шығару керек қой. Сол кезде сен нәзіктікте болады, еркелікте болады. Сөйтіп өзіңнің бір қалпыңда жүресің. Яғни әйел деген ол кішкентай кезінен бастап, қыз деген егер толық махаббатта, толық әкелік, аналық, отбасылық махаббат, отбасылық мейірімде болса, болашақта ол өз-өзінің нәзіктігін жоғалтпауға әбден үлесі бар деп ойлайсыз да? Өте қуаныштымын, рахмет. Келесі бір сұрақ, сіздің өзіңіз туралы, сіздің жаныңызды бір жылатқан кездер, немесе бір қуантқан кездер, бір сәттер болса, бөлісіп кетсеңіз өміріңізде. Әйел болып па? Ол жерде нақты өзіңіздің әйел ретінде де мүмкін бір ситуациялар болды ма өмірде? Енді бір ондай қатты есімде жоқ. Алдында бір подкастқа келгенде айтып жатыр ғой, сізде травма жоқ сияқты деп та. Бір бүйтіп айтатын бір әңгімем жоқ, бірақ қазір подкасттың арасында бір шығып қалып жатпаса, сезімге беріліп. Түсінікті. Ал өзіңізді осы сұраққа орай арға жалғастырып кетсек, өзіңізді бір жоғалтқан кездер болды ма? Жоғалтқан кез әрине болды. Енді оқыдық, тоқыдық, одан тұрмыс құрдық, балалы шағалы болдық. Сол өзім енді оны ол кезде білмегенмін. Бірақ қазір ойланып қарасам, әрбір баладан кейін, босанып болғаннан кейін, бір кішкене өзім жоғалтып алған сияқты сезімде болған екен. Кішкене депрессивный состояние дейді ғой. Менде депрессия болған жоқ, барлығы нормально дегенмен де бүйтіп артқа шолу жасап, өз-өзіме бүйтіп мән беріп қарасам да, мен қандай болдым, қалай болдым десем, ана өз-өзімді жоғалтқан кез сол кез болды. Өзім анда сыртта жүреміз, постоянно жаңағы отырыстарда жүреміз, жұмыста жүреміз. Ана жақта келіп баламен бүйтіп отырып қаласың ғой, бір адамға байланып та. Енді шүкір бәрі жақсы, денсаулығы бәрі нормально. Сонда да сен бір адамға тәуелдісің да. Ол адам саған тәуелді. 24-те 7 сен байланып қаласың ана баланың. Емізуің керек.
жуындыруың керек деген сияқты. Тамақ, үй, әйел болу басқа, оны қоспағанда. Сол состояниеден бір қашқым келіп, бір өзімді жоғалтып алған сияқты, ана гами қай жақта деп мама гамиге қатты кіріп кеткен кезде бір сондай состояние болады, өзімде байқаймын. Ал сондай бір сәттерден өзіңізді қалай шықтыңыз, қалай шығу үшін сол адамдармен сол сөйлесу керек, анаңды түсіну керек, қасыңда достарың болу керек, ең басты жолдасың сені қолдау керек, поддержка беру керек деймін ба. Сондай әңгімелесу арқылы сыртқа кішкене бір шығып келіп, уақытыңды басқа жаққа да бөліп, бір демалып келсең қайталан келесің ордаға. Негізі мен де үнемі айтам, өзімде енді анамын, өзімде декретте отырған анамын, жарымын. Жалпы кез келген әйелге әйел қажетті. Осылай сырласу көбірек болса, сырласулар көбірек бір ішкі жан дүниеңді айта алатын әңгімелер көп болса, негізі әйелге сол демеу ретінде екінші әйел бола алады да. Өйткені жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, үйде отыра берген, төрт қабырғада отыра берген әйел, ол міндетті түрде бір депрессивный состояние дейміз ғой, жаңа депрессия деп айтамыз қазір. Сондай состояниеге бір кіріп кетеді, ол рас. Сондықтан жаңа өзіңіз айтпақ шығып, кішкене сыртқа шығып, жай ғана декрет отырған бір жаққа бір 15-20 минутқа шыққансаң жақсы болып қаласың ғой. Иә, себебі оның алдында күнде шығып жүрген адамбыз ғой, мына жақта келіп байланып қаласың, еще 40 күн бар, сақтану керек. Соның бәрінен шығып кішкене подружка терапия керек болады. Иә, дұрыс айтасыз. Енді жаңа айтып кеттіңіз, жарымның поддержкасы, жарымның қолдауы да керек деп. Сол туралы сұрақ қойсам, жақсы жар болу ол қандай сіздің ойыңызша? Жақсы жар болу енді айта берсем көп қой. Біріншіден жаңа енді сені түсініп білу керек. Именно жаңағы декретте отқан кезде сені поддержка жасау керек, қамтамасыз ету керек, комплиментін де айту керек, сен үйде қопырап отсаң да. Баланы алып қалып, жаңа кезектесіп кейде сен шығып қайт, бассейн болсын, спа болсын, подружкаларға болсын, жіберіп бір түнде қарасын дейсің ғой да, сондай кішкене бір поддержкалар болса, әрине бәрі керемет болады. Яғни әйелді барынша түсіністікпен қарап, именно сол декреттегі кішкентай бөпемен отырған уақытында бір жақсап бір поддержкасын берсе деп, сол ғой сіздікі да? Иә, тек жаңа бұл ана үшін керек емес қой бала. Ортақ қой бала, сондықтан екеуі кезектесіп бағып жүрсе нормально болып. Бұл бізде балаға қатысты, ал егер жарға қатысты болса, егер тек қана күйеу мен әйел болса, қандай болу керек олар бір-біріне? Енді біреудікін айта алмаймын, өзімдікі қалай екенін айтып кетейін. Бізде солай бірімізді қолдаймыз әр нәрседе. Қандай бастама болсын, постоянно давай деп бірімізге мотивация беріп тұрамыз, өзіміздің идеяларымызды айтамыз. Жетпей жатқан жағы болса көмектесіп жібереміз. Болмайтын болса болмайтынды айтамыз деген сияқты ғой. Ал күйеуіңізге, жарыңызға қалай мотивация бересіз? Мүмкін мотивация күшті. Қыз келіншектер қарап отыр, которые енді әртүрлі бар ғой. Мүмкін біреулер мотивация бере алады, біреулер сөзбен айта алмайды, біреулер мүмкін сезіммен айтады. Сіз өзіңіздің жарыңызға осындай қазіргі жеткен жетістігіне енді бір тыл дейміз ғой, әйел негізі артында кәдімгідей бір поддержка беріп тұрады ғой. Сол қалай поддержка бересіз, қалай мотивация бересіз күйеуіңізге? Менің өзімде андай бар да, қорықпайтын, бір рисковать ете салам. Менің жолдасым, ол да тоже оқыған ғой, ол прям білімді да, алтын белгі, қызыл белгі мен бітірген ғой, универ, мектептің бәрін. Мен кішкене андай батылырақ сияқтымын да. Өзім қолымнан келмей тұрса, давай өстіп, ашамыз, бастаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз, ол жоқ десе. Онда жарайды өзім ашам, онда жеке ашам деймін. Давай дейді. Мен қорықпаймын. Бірақ ана білімім жетпей тұрса да, например, давай қолыңнан келеді деймін да, бастап кетеміз сөйтіп та. Яғни сізде больше как интуициямен жұмыс жасайсыз, ашу керек болып. Бірақ өзім соны істемеймін сосын. Главное ашу аласыз, күйеуіңізге тапсырып қоясыз. Тапсырып, жігерлендіріп. Оның қолынан келетін біліп тұрмын ғой мен себебі. Менің жолдасым стоматолог, врач-стоматолог. Енді Ақтау қаласында 3-тікке кіреміз деп ойлаймын өзім стоматология жағынан. Бірақ өзіме келіп, жұрттың мақтап атқан басқаша ғой. Бірақ өзімнің тісім ауырған кезде өзіме көмек береді ғой. Вообще ауырмайды ғой. Мен күйеуім болған соң, менің клиникам болған соң мақтап атқан жоқпын да. Шынымен айтамын ғой, сенің қолың алтын төлеген, алтын емес бриллиант, сен бриллиантовая рукасың деп кеше ғана айтып қойып едім соны. Вот жігерленеді жұмыстан, олар да шаршайды. Жаңағы бір отпуск алғысы келеді, например, да. Болады ғой бір өзінің жаңағы пигі. Сонда кезде сөйтіп мақтап қоямын. Ол шын әңгіме, просто бос сөз емес та. Шынымен сен сондайсың, сен халыққа керексің. Сол мақтауға лайық жолдасыңыз. Лайық деп.
айтып жігерлендіріп алып машалла, күшті. күні кеше айтып қойдым соны бүгін таңда ғой. Күшті. Ал енді сол жарыңызбен бірге, еріңізбен бірге өзіңізде бір қиын сәттер болды ма? Қиын сәттер болды. Осы уақытқа дейін отбасылық өмірде. Ол барлық отбасыда болады деп ойлаймын. Енді өзім негізі былай бүйтіп ойланып айналамызға қараймын ғой. Бір бастапқы 3 жылдың ішінде болып кету керек ситуация, одан кейін болмау керек деп ойлаймын. Содан өтіп кетсе, бәрі нормально болады. Яғни үйленгеннен кейін 3 жыл бір адаптация сияқты болады, адаптация, бірінші бастапқы жыл вообще қатты болады ғой. Себебі енді ол да бір үйдің жаңағы мен деп шыққан бір азаматы, мен де мына жақтан енді екеумізді қарасам, екеуміз ең үлкеніміз. Екеуміз де жаңағы бауырларымыз басқарып қалған, ата-ананың жаңағы алғашқы немересі деген сияқты ғой. Екеуміз сөйтіп мен деп екеуміз бірімізге қосылдық былай. Екеуміз қосылды. Содан әйтеуір адаптация болып, арасында жаңа бөлек кеткен кездеріміз де болды. Бір көру керек қой енді. Екеуміз біріміздің адамымыз ба, адамымыз емес па деп. Сөйтіп бір кеттік бөлек, ата-аналар ұрысты, анаяқтан бәрі сол кезде ақыл айтқыш болады. Содан мен айттым, стоп дедім, стоп. Ата-анам да айтып жатыр ғой, енді жолдасың болу керек, ата-енемен дос болуың керек, ана мына деп айтамын. Жарайды, бұл жерде тек біз Төлеген екеуміз тұрамыз, Төлеген екеуміз решать етеміз. Кімге отбасы керек, сол адам келіп қосылады. Мен до конца күтемін деп сөйтіп. Сөйтіп Төлеген келді, содан сөйлестік. Ол біреу әкеліп қосқаннан, мені апарып ұстағаннан, например, да, или оны әкеліп кешірім сұратқаннан, одан бір күшті семья болып кетеді деп ойламаймын. Әркім өзінің басымен ойлану керек деп ойлаймын. Ішкі қалауы, соны айттым, мен өзім күтемін. Төлегеннің өзі қалай ма, қаламай ма, мен, например, мен қалайын ба, қаламайын ба. Біз соны түсінуге бір кішкене уақыт керек, уақыт беріңдер. Біз екі адам болып өзімізді ешкім араласпаңдар. Сол уақыттан өтіп кеттік. Яғни сондай кезеңдерден бір өзара келісімге келіп, өздеріңіз ішкі жан дүниелеріңізді тыңдап, өздеріңіздің ғана сезімдеріңізді тыңдап, бір өттіңіздер. Қазір Аллаға шүкір, бақытты, барлығы жақсы. Содан кейін өтпеген сияқтымыз. Қазір де былай ойлап қараймын, бір ұрыс керіс, ондай жоқ сияқты, уже бәрі нормально қалып болып кетеді екен содан кейін. Ал мынандай бір материалдық шығыннан бір қиналған кездеріңіз? Материалдық шығыннан әрине болды, енді бастапқы жылдары. Студент болып жүрген кезде екеуміз қосылдық. 5-ші курсты бітіріп, Төлеген жаңа айтып отырмын, өзі алтын белгі бітіргеннен кейін ол грантта оқыған, стипендия алады. Мен платныйда оқыдым, менде стипендиядам жоқ. Бізде квартира болды, содан бүйтіп ақша алып тұратын едік та. Содан қосылғаннан кейін болады ғой, сол 40 мың ба, 70 мың ба, 40 мың ба, есімде жоқ, 80 мың ба, или Төлегеннің стипендиясы болды. Соған екеуміз Ақтөбеде 40 мыңға квартира жалдаймыз. Ар жағын автобуспен жүреміз, тамақ аламыз, бәрін экономдап 70 мың теңгеге өмір сүрген уақыттарымыз болды. Ол кезде бала жоқ қой енді. Содан Ақтауға келдік, оқу бітіріп, Төлеген 100 мың теңге айлықпен жұмыс жасайды, областная стоматологияда. Мен мамам да жасаймын, мамам стоматологиясы бар. Сол автобуспен жүрген кездеріміз болды. Мына 31 шағын ауданнан ана бірінші микрорайон бар ғой, сояққа конечный остановка ғой екеуі. Ол кезде қала кішкентай, 10 жыл бұрын қостан. Ана бастап намазға дейін сөйтіп автобуспен қатынаған кездер болды. Сөйтіп жүрдік. Негізі ондай периодтар, ондай жаңағы бір кезең дейміз ғой. Мне кажется, барлық отбасында болады. Бізде де ондай болған. Отбасымызда қиын кездер. Жаңағы бірінші балам аяғым ауыр болатын. Енді жолдасым жұмысқа жаңа өзіңіз айтқан жаяу барып келетін кездер болды. Ол кезде біз Тараз қаласында тұрған болатынбыз. Өзім қалатын, бір нәрсе жегің келеді, бірақ күйеуіңе айта алмайсың. Жанымен, өйткені оның әперетін несі жоқ та, қаражаты жоқ, біліп тұрсың да, түсіністікпен қарауға тырысасың. Бірақ мына жақтан енді екіқабат болғаннан бірдеңке жегің келеді. Сондай кездерде бізде де болды. Бізде де жандай болған. Үйге келетін қонақтарға айтатынбыз, памперспен биос алып келші, болды, типа, басқа ештеңе керек емес, тәтті керек емес, пайдалы нәрсе алып келіңіздер. Бірақ мен ойымша дәл сондай кезеңдер, қиын қыстау кезеңдерде отбасы үшін бір мықты период деп ойлаймын, мықты кезең. Себебі отбасы сол кезде шыңдалады, отбасы сол кезде бір-біріне үйреніседі, бір-бірін түсінеді және бірге өтсе сол кезеңдерден ары қарай прям мықты болады екен. Өзімнің жеке опытым бұл. Сіздерде де сондай болған шығар деп ойлаймын. Сондай бір қиын кезең өтіп, қазір тату-тәтті, былайша айтқанда Аллаға шүкір, барлық баршылықпен өмір сүріп жатырсыздар. Соның бір тәтті бір жемісі деп ойлаймын. Өте керемет, Камила ханым. Енді сіздердің үйде жолдасыларыңыздың екеуіңіздің бір махаббаттық бір ережелеріңіз немесе бір үйдегі бір андай
принциптарыңыз махаббатқа байланысты бар ма? Сол туралы бөлісіп кетсеңіз. бір ондай жоқ сияқты, енді бәрі қалыпты сияқты. Просто түсіністігіміз прям қатты жоғары сияқты да. Мысалы мынандай жолдасыңыз келеді, Камила менің осы үйленген кезде айтады ғой, менің принципім күніге азанда завтрак дайын тұру керек, или там не знаю, менің киімдерім сақадай сай болып тұру керек, рубашкаларым, жаңағы киетін нелерім, формаларыңыз, например, да, или немесе бір бала күніге мынандай уақытта мынандай болу керек деп бір не қоя ма сізге, бір ереже, принцип? Жоқ, ондай қоймайды. Ондай емес, Ондай қойып отса айтамын, онда сондай керегін ал деп. Сондай керегін тауып ал да, сонымен тұр деп айтамын. Мен осындаймын деп айтамын. Машалла, қандай күшті. Қалай бармын, солай жақсы көр деймін. Онда күшті екен. Ал сіздің оған деген қоятын нелеріңіз бар? Көп десеңізші. Ол көп деп. Қандай принцип қоясыз күйеуіңізге? Бір-бірімізге енді былай өзіміз ыңғайластырып аламыз ғой, бірақ енді қатты ондай жоқ. Рахмет жауабыңызға. Енді отбасы болдыңыздар, жарыңызбен болдыңыздар, енді келін атандыңыз. Келіндік өміріңіз туралы айтып берсеңіз, жалпы келін болу сізге қиын соқты ма, және өзіңізді қандай келінмін деп ойлайсыз өзіңізді? Былай шынайы жауап берсеңіз. Айтып отырмын ғой, 5-ші курста үйлендік. Содан 1 ай тұрдық Ақтауда. Одан кейін 6-шы курс оқуға тағы кетіп қалдық. Интернатура оқуға. Сол 1 ай бірге тұрдық. Одан кейін Ақтауға уже жұмыс барысымен осында жұмыс жасау керек болды. Сонымен бөлек шығып кеттік. Қиын сәттер енді болғанда деген. Енді оның алдында жаңа үйде тәрбиелендік, например, 18-ге дейін. Одан кейін студент болып жүрдік. 5-6 жыл. Андай бір қызмет жасау керек деп бір ойламағанмын да вообще енемен тұру керек, например, да, біреуге барып қызмет жасап тамақ пісіріп беру керек, вообще просто дым ойланбағанмын ғой. Ал анаңыз ол туралы айтатын ба еді? Енді айтады ғой былай, өзім просто ойлаймын ғой, қазір ойласам бір қазір қыздар вообще пысық қой, ойланады, бәрін алдын ала бүйтеді. Жоқ, просто шығу керек тұрмысқа, жақсы адам, отбасы болу керек деп сөйтіп шығып кеткенмін ғой. Содан бөлек тұрдық Ақтауда. Енді келін болып бір қызмет етіп қиындық болған кездер ондай қатты есімде жоқ деп ерке келінмін мен. Үйдің үлкен келінімін. Келін болып түскенде ана болады ғой, бір ең басында түскен кезде өзіңіз жаңадан басқа отбасыға келін болып сіз үйренісе алмай жүрген кезде бір негізінде сөйлеп қалған кездері бір жүрегіңізге тиіп кетеді, сондай сол болады ғой ондай сәттер. Ол ситуациялардан қалай шығатынсыз? Сол жаңа айтып тұрмын ғой, өзім жүріп қалғанмын оның алдында, например, тек мен үйден алып сразу отбасыға барған жоқпын ғой, мен оның алдында жаңа қыздармен тұрып қалғанмын, санасамыз, сен істедің, мен істедің деп та. Енді 1 айдың ішінде бір андай қатты бір қиындық тудырды деп айта алмаймын. Одан жаңа бөлек шығып кеттік. Ағайын тумаға барғанда да жаңа айтып отырмын ғой, барам, дайын затқа барам. Көбіне подаркамен мен құтылып кетемін енді. Қызмет жасамасам да сыйлығымды апарып, осы менің көмегім деп дайын заттар апарып, жақсы құтылып кетемін. Жинайтын кезде де дейсің ғой да. Сондай бір ерке келдім енді. Ата-енеңізге сәлем саласыз ба? Сәлем салам әрине. Көрген кезде бар. Тек енем бар ғой, қайным бар, қайынсіңлім бар. Ал енді отбасы болып үйленеді, жас жұбайлар отбасы болып үйленеді. Содан кейін үйленген соң бірге тұру керек па, әлде бөлек шығарып жүру керек па? Осы туралы бір ойыңызды айтсаңыз. Енді қазір көп енелер, ата-енелермен жақтыртпай қалуы мүмкін. Бірақ келін мен балалар жақсы көріп кетуі мүмкін деп. Мен ойлаймын енді, отбасы деген не ол? Отбасы деген екі адамның қосылуы, екі адамның жаңа өзінің жаңа мемлекетін құруы, өздерінің ережелері болуы. Екі адам бір-біріне адаптация болу керек деп ойлаймын енді, например. Ол жаңа айтып отырмын ғой, мен жолдасыммен адаптация қиын өтті деп та. Ал сен өзің представь, ата-енең бар, бауырлары бар, әркімнің өзінің капризі бар, например, да. Өзінің үйреніп қалған ережелері бар, әркімнің тәрбиесі бар. Соған сіңісіп кету деген қиын сияқты мен үшін, көтеріп білу деп. Мен үшін енді бөлек тұрған дұрыс деп ойлаймын. Өздерінің отбасы болады, бала шағасы болады, соның тәрбиесімен өскен, өзінің правиласымен өскен. Мен өзім солай қалаймын, солай жасадым енді. Жалпы айтып жатырмын, мен істегенде қылып істеңдер деп айтып жатқан жоқпын. Өзіме қалай ұнайды, солай істеймін. Ертең болашақта да енді бір ұлым, 2 қызым бар ғой. Енді Алла қаласа бола жатар, ол. Бөлек шығарасыз ба? Бірақ болмай жатса да, бір ұлым болса да бөлек шығарғым келеді деп ойлаймын.
өздері көрсін өмірді, бір біріне үйренсін. Өздері үшін жаңа бала туады ғой, мен үшін тумайды ғой, например, да, мен де біреу үшін туған жоқпын да. Сол сияқты әркім өзі бағу керек, өзі сол периодтан өту керек, тәттісі мен ащысынан да. Керісіп қалса өзара достасу керек. Жаңа мен сияқты ешкімді араластырмай деген сияқты да. Сөйтіп өзім ойлаймын енді. Яғни бұл жерде мен былай қарап тыңдап отырсам, сізді қайтадан біз әйелдің ішкі сезіміне оралып отырмыз да. Қайтадан әйел деген сол ішкі сезімін тыңдай білу керек. Мен ойымша, сіз айтып жатсыз ғой, өзім қалай сездім, қалай білдім, солай жасадым депші. И ол жасағаныңыз сізге қайырынан болды. Яғни ешқандай бір жаманшылық одан көрген жоқсыз. Керісінше ойлаймын, жаңа өзіңіз айтқандай, екі мемлекет болып құрылғаннан кейін шыңдалып, бірге қиындықтардан өтіп, қазір керемет бір үлгілі отбасы болып отырсыздар. Соның арқасы шығар мүмкін, иә? Сондықтан үлкен рахмет жауабыңызға. Болашақта енді балаңызды бөлек шығарады екенсіз ғой. Иә, оны инстаграмда да айтамын бәрі. Маған бір апа жазып жіберді да. Өйтіп айтпаңыз, үлкен апа ғой. Сіз өйтіп айтпаңыз, қазірден бастап дұрыс тәрбиелеңіз дейді. Мен қыздарымды айтып жатырмын ғой. Болашақта қыздарыма да үй дайындап қоямын да. Құдақыт ағайға сразу айтам, қыздарым бөлек тұрады. Иә. Әркім өзінің өмірін сүрсін деп та, енді жағдай жақсы болып жатса әрине. Енді жаңағы өз-өзіне қарай алмайтын ата-ене сондай тап болып жатса, әрине көмектеседі ғой. Бірге тұрып та, например, да. Бірақ әркімнің өзінің күші бар кезде, әркімнің өзінің жаңағы тамағын жей алатын, жаңағы дәретке бара алатын кезеңі болған кезде, әркім өзінің өмірін сүріп көрсін жастық шағында деп ойлаймын енді. Нағыз болмай жаңағы мұқтаж болып жатса, например, яғни төсек тартып келін балаға мұқтаж болып жатса, жарайды, барады ғой енді ол кезде. Бірақ мен өзім сөйтіп ойлаймын деп. Сол маған біреу жазып жүрген ғой, қазірден бастап дұрыстап тәрбиелеңіз, ертең қандай бала ұл қыз өсіресіз деп жазып жүрген. Мен айтамын, сіз өзіңіздікін тәрбиелей беріңіз. Менің баламды, қызымды сіз алмайсыз ғой деймін да, енді жалпы айтып отырмын. Сізге келіп кетер несі бар? Мен өзіме қалай шынымен ыңғайлы солай істеймін десем, жарайды деп мана сообщение удалить тастапты, мен скриншот жасап алайын деп отыр едім. Солай емес па? Мен барып біреудің семьясына араласып жатқан жоқпын ғой. Сен бүйт, сен сөйт деп жатқан жоқпын ғой. Сосын сондай жазып жатсам, жаңа жақында іні келінім бөлек шықты ғой. Дос пен Таня. Соған да жазып жіберіпті, өзіңіз бөлек тұрасыз, енді бөлек шығып жатыр, қалай қарайсыз деп та маған да. Мен айтамын, жақсы қараймын. Мен інім мен келініме постоянно айтамын. Сендер үйдің үлкенісіңдер. Бөлек шығындар, папа мама пока жас, өздері тамақтарын жей алады, бәрі жұмыста, өздерің бала-шағаларыңды өздерің бағыңдар деп. Олар да өз өмірлерін сүрсін. Біздер деген енді інім біздің клиникада жұмыс жасайды ғой. Біздер постоянно отырмашка бірдеңелер бірге шығамыз да. Сосын ата-анадан сұрану керек болады. Мен мама-папамнан сұрану керек, сұрап алу керек оларды да. Мен айтамын, өздерің уже 25-тен асқан адамдарсыңдар. Ешкіммен сөз естімей, арқайын, шығыңшы еш деп. Постоянно сөйтіп ұрсам да жүремін, ұрысқанда қалай андай да, совет беріп та. Өздерің шығып, бөлек отбасы болып, сөйтіп жүрмейсіңдер ма арқайын, неғып жүрсіңдер вообще деп сөйтемін ғой. Содан міне Алла сәтін салып енді бөлек шықты ғой. Бірақ ата-ананың жаңағы еншісін алып, батасын алып шықты. Батасын алып, рұқсатын алып, күшті болып шықты. Олай да болып шыққан дұрыс шығар. Иә, ол да дұрыс, аха. Енді болашақта енді жаңа бір ұлым бар, екі қызым бар деп жатсыз. Жалпы мынау бір ұғымға қалай қарайсыз? Болашақта өздерінің жарын таңдауына араласу дегенге қалай қарайсыз? Бір наставление, бір өзіңіздің ойыңызды айтып, мысалы ертең ұлыңыз келіп, мама мен осындай қыз алайын деп жатырмын, осындай елдің қызы деп айтса, араласасыз ба, ойыңызды, ақылыңызды айтасыз ба, әлде просто қабылдайсыз ба? Әрине айтамын енді, айтқанда. Ата-анасын білген дұрыс қой. Енді қатты араласып жоқ деп айту дұрыс емес деп ойлаймын, таңдасуға да. Бірақ жаңа ата-анасын біліп, көргенді жердің қызын алып, жаңа көргенді жерге қызыңды беріп деген сияқты ғой. Әрине таныс болған күшті. Біз қазірден бастап дайындалып жатырмыз. Құдаларым бар. Үшеуінікі де дайын деп па. Сөйтіп ойнап инстаграмда айтып жатсақ, мен аламын, мен бүйтемін дейді. Бәрі жақсы адамдар. Мен айтамын ғой, балдарымыз бір-бірін жақсы көріп кетсе күшті болады. Содан ойын күлкі аралас сырға салып қояйын деп сөйтіп жатады. Мен айтамын, қасқа ертең ренжіп қалсақ айтамыз, өскен кезде ренжітіп алса деп жаңа күліп жатырмын ғой. Сырға салып қойып едік деп ренжісіп қалмайық деп айтамын да. Жоқ деп сөйтеді. Жаңағы бөлек тұруына да қарсы емес құдаларым бар. Дайын тұр бәрі. Керемет, онда заранее бәрін уже ұйымдастырып қойған. Солар бұйырсын деп күлеміз енді, ойын күлкі аралас. Олардың заманына дейін, мне кажется, өзгеретін сияқты. Қазіргінің өзінде өзгеріп жатыр ғой. Мыналарға әлі 20 жыл бар ғой. Біз өзіміз енді соңғы поколение сияқтымыз. Бәрі өзгереді, так что мені хейт қалмаңдар.
үлкен рахмет. Енді тағы бір келін туралы бір сұрақ қойсам, келін жалпы үй келін қызметші ме әлде отбасының мүшесі ме, қалай ойлайсыз, қалай қарайсыз осындайға? Отбасының мүшесі деп ойлаймын. Ол да біреудің әлпештеп өсірген қызы, оның да білместігі көп, оның да еркелеуі көп. Кейбір отбасылар бар ғой, келінге бәрін сатып қойып өздерінің қыздарына дым жасатпайтын. Вот сондайдан сақ болу керек деп ойлаймын енді да, бәріне тең қарау керек. Жаңадан түскен келінге мүмкін әрине қолдау беру керек. Мен енді оны қашан көрдім? Мен өзім келін түскен кезде көрдім. Мамамнан көрген тәрбием ғой енді. Мә дедім, адам өйстіп жақсы көреді екен ау келін дедім ғой. Ат қойып қойған ғой. Балапан. Иә. Ботақан деп. Мен айтамын, даже сен маған ат қоймадың ғой деп ренжимін ғой. Сен қошақансың деп қояды. Вот сондай, вот ене мен келіннің махаббатын мен сол кезде түсіндім. Мамам келін алған кезде түсіндім. Яғни өзіңіз көрдіңіз. Бәрі ана нені сызып тастады ғой мама. Стереотиптардың бәрін сызып тастады ғой. Вот сондай келіндерім де күшті. Келін мен ененің арасындағы стереотип. Оны түсіне білінетін келін де болған дұрыс деп ойлаймын. Ене жалпақтаған мен түсінбейтін қаншама келін бар, например, да. Бірақ енді бастама отбасы енеге байланысты деп ойлаймын. Ене қалай тәрбиелей береді, қалай қабылдайды, қалай, например, келінді бізге қалай таныстырады. Например, бізге жамандаса біздер шек көріп кетеміз, бізде сөйлейміз оған да. Мен бір сөйлетіп көрген жоқ, например. Келіндікі дұрыс дейді, болды. Мен де өзім андай конфликтін адам емес, жалпы айтам да. Келінді мақтап отқанның несінде міне сыйлы болып міне 6 жыл дегенде ешқандай бір керіспестен ұрыс керіссіз, например, шығып. Мыңда бір шүкір прям. Сондай қабылдауына байланысты деп ойлаймын, ата-ененің қызым деп қабылдауында деп ойлаймын. Үлкен рахмет, иә. Түсінікті. Енді ана туралы айтсақ, ана болу сізді жалпы өзіңіз 3 баланың анасысыз. Қалай өзгертті сізді ана болу деген өміріңізде? Енді әртүрлі кезеңдерден тұрады ол. Ол мейірімділікке де үйретеді. Ана болып енді керемет қой, біреуге жаңағы тірек болып сөзбен жеткізе алмайды сияқтымын қазір. Қатты да болып үйретеді. Ұйқысыз түндерді үйретеді дейсің ғой да. Көп зат үйретеді ғой енді. Ана болып сезініп барып. Ана болып жаңадан бала туған кезде анамен бірге, жаңадан туған баламен бірге біз ана болып үйренеміз, иә? Иә, ана болып үйренеміз. Өзіміздің анамызды түсінеміз. Иә. Ең бірінші сол нәрсе кеткен. Өзің әйтеуір өзіңе болмаса да балаңа болсын деп тұрасың ғой. Иә. Рахмет, Камила ханым. Енді бізде отбасы туралы болсақ, үйде сіздер неше баласыздар? Отбасыда мен үйдің үлкен қызымын. Одан кейін 2 інім бар. Үшеуміз. Үшеусіз, иә? Ал үйде жалғыз қыз екенсіз. Үйде бір қыз болу ғана қалай ол? Өзіңізге қалай сезіледі? Армандадыңыз ба? Апалы сіңілі болсын деп бір ағайындардың көбінің үйінде 2 қыздан, 3-4 қыздан да. Соларға қызығам. Бірақ олар өзара қырылып жатыр ғой енді. Оған мән бермеймін. Главный бір сестренкам жаңағы апам болса екен деп. Сөйтіп қатты қызығатым, неге мен біреумін деп та. Үйге бір қыз келсе демалуға, например, жаңағы каникулдарда келеді ғой. Сонымен еріп кетемін, немесе ол қызды алып қалам. Жабысып жүруім керек біреумен постоянно бүйтіп қой. Сосын енді тұрмыс құрдық. Одан кейін балалы болдым, ұл балалы. Одан кейін қыз болдым. Сосын айттым, болды, стоп, мен орыстарға ұқсап өмір сүремін дедім ғой. Осы 2 баламен, осы екеуін тәрбиелеп алсам да болды. Бірақ сосын есіме түсіп кетті. Мен үйде бір қызбын. Қызыма қыз керек. Қой, неде болса рисковать етейін. Сөйтіп тағы бір қызды болдым. Сөйтіп ана гендер пати жасамаймын. Просто былай өзеге барған кезде. Айта берейін ба дейді да, уже 3-шісі ғой. Иә, айт деймін да, өзім ішімнен қыз болса екен деп жатырмын. Қыз деген кезде деп сөйтіп жатырмын ғой. Аллаға шүкір деп, өзім арманым орындалды. Қызым бір қыз болмайды, өзінің серігі болады деп та. Сөйтіп қатты қуандым 2 қыз болған кезде өзімде. Өзімнің прям қатты қалағаным болды. Күшті. Оны тек үйде бір қыздар түсінетін шығар. Иә, бір қыз болған, иә. Мен де үнемі армандайтынмын. Өзім де үйде жалғыз қызбын, ағам ғана бар. Енді студент кезімде ғой, жаңа үйде жүрген кездері үнемі армандайтынмын, мама, маған бір сестренкам болса, или там бір әпкем болса деп. Енді мен оңтүстіктің адам болғаннан бізде әпке деп сөйлейді. Әпкем болса екен деп армандайтынмын. И өз-өзіме бір сөз берген болатынмын. Ағам үйленген кезде жеңгемен осы күшті боламын депші. И Аллаға шүкір, қазір сол күшті бір периодтан өттік тоже. Енді өзім тұрмыс құрып кеттім.
жеңгеммен керемет бір отношенияда болдық. сол мен де сол деп ойлаймын. Біздің неміз жаңағы Иә, фишкамыз. кстати, да. Фишка деп айтады дейді да. Бізде қыз жоқ қой, бір Иә. қырылып өсетін, Жеңгелермен, жаңағы тайталасып келіндермен. өсетін да. Жаңағы менде 2 келініммен доспын. Ол үйдегі 2 келінім бар ғой. Еще қайнымның келіні де бар. Ол да бір қыз. Ол да маған жеңеше деп тұрады. Мен де келі, жаңағы Жақын болады, келінім иә? бота деп сөйтіп тұрамын да, иә. Қайын сіңлім де біреу. Кілең бір-біріне жиналған сол. Сөйтіп, иә. Бәріміз дос, сондай да, бір күшті сезімдеміз. Сол ойлаймын, біздер жаңағы балалық шақта бір қызбен жетіспеген тайталасып нәрсені, өспеген. иә, сіңілің апаң болсын деген Иә, жетіспеген иә. нәрсені сол келіннен жеңгеден алатын Иә, сияқты. иә. береміз, аламыз Иә, бірімізге, иә. сондай жақсы Сондай көрді. сияқты, дұрыс айтасыз, иә. Енді бір достық туралы кішкене әңгіме дүкен құрсақ, әйелдің арасындағы достық туралы айтып кетсеңіз, құрбыларыңызбен қандайсыз, және құрбылардың арасында шын достық деген не, және оны қалай білуге болады? Мысалы бір сізде болды ма өміріңізде ситуациялар, дос енді көңіліңіз қалатын кездер, мүмкін бір құрбыңызбен ренжісіп қалған кездер, сондай сәттерде қалай шешесіздер, қалай шықтыңыздар, сол туралы, әйелдің достығы туралы. Әйел адам жаңа дос болу қиын деп айтады ғой, екі әйел негізі. Бірақ мен ойлаймын, негізі постоянно шүкір етіп қоямыз ғой подружкам екеумізді. Айым деген жақын, өзімнің туысымдай, бір сіңлімдей, кейде апамдай, кейде мамамдай өзімнің подругам бар. Сол екеуміз қайта өйтіп жаңа шай ішіп отырып, ешкім жаңа балдар ұйықтап тастағаннан кейін екеуміз бірімізді құшақтап алып шүкір да екеуміз бірімізде бармыз деп та. Менде қандай чувство, ода да сондай чувство да. Екеуміз деп құтырып аламыз да, бірге жылай да аламыз, бірге күле де аламыз, бірге любой затта поддержка бере аламыз. Мына су күшті, іш десе, например. Я, бұл су күшті, шынымен күшті деп түсіндіреміз да бұны да. Қарапайым суды айтып жатырмын просто. Андай заттарды вообще басқаша ғой. Екеуміз жаңа бірге ән де айтамыз. Хоббилар да бір болған вообще күшті сияқты. Ән де айтамыз. Өмірлік көзқарастарыңызда. Билейік десек билей де аламыз, например. Жүзейік бассейнге десек қорықпай жүзе де аламыз. Дельфинға жүзейік десек, жүр дельфин, давай. Ұшайық десек жаңа, давай, парашюттан да ұшып. Қорықпайтындықтан. Хоббиң бір болған вообще бөлек. Кейбір подругалар бар ғой, жоқ мен өлең айтпаймын. Жоқ мен жүзе алмаймын. Жоқ мен бірдеңе дейтін да. Вот мен сондай подругаларды түсінбеймін негізі. Вайбың бір, кәдімгі сондай подруга болған өте керемет деп ойлаймын. Енді одан да айымнан да бөлек подругаларым өте көп. Алыста жүріп қаншама қашықтықта болған подругаларым да бар. Күнде сөйлеспесек те, күнде көрмесек те, айда жылда бір сөйлескенде бір жылап, бір күліп, іштегі мұңыңды, сырыңды айтатын сондай подругаларым да бар. Жаңа жақын, мен жаңа үйде бір қызбын деп айтып жүрдім ғой постоянно. Бірақ мен жаңа нағашы апам болды. Маманың сестренкасы, ол 15 жас арасы, мама екеуінің да. Олар да жаңа мамасы мен қыз сияқты отношениеда. Біздер более жақынбыз. Оған мамам айтпаған зат соған айтамын бірінші. Ол да подругамдай. Жади деген апам бар, білесіз ба, инстаграмда көріп жүрген шығарсыз. Сол апамен де қатты жақынмын. Соған да бір ойлаймын кейде, қатты бір қыз болып өскенде кейде білінбегенде шығар деп та. Постоянно соған айтамыз. Омен де байымыз бір, иә. Сондай әйел адамның негізі досы болған, өзіңді түсінетін досы болған, сондай құрбысы болған дұрыс деп ойлаймын, күшті деп ойлаймын. Яғни керек кезде поддержка бере алатын, керек кезде қатты просто кезде тыңдай алатын, кейде қатты айтып орнына да қоятын. Иә, бетіңізге айта алатын, шындықты айта алатын, ащы болса да кей кезде ондай болады, иә. Өте керемет. Яғни сіз ол құрбыңызға любой кез келген уақытта ашылып, кез келген уақытта есігін былай теуіп кіріп, спокойно отыра аласыз, жүре аласыз бір-біріңізбен. Күшті, керемет. Үлкен рахмет. Енді жаңа қыз тәрбиелеп отырмын дедіңіз, өзіңіз 2 қызым бар деп жатсыз. Сол қыздың тәрбиесі туралы айтып кетсеңіз, қалай тәрбиелейсіз қыздарыңызды? Неге үйретесіз? Қандай бір ақыл айтасыз? Енді өзіңіз уже бой жеткенсіз, тұрмыс құрдыңыз, анасыз. Бір қыздың тәрбиесі туралы айтып кетсеңіз, үйде қалай тәрбиелейсіз? Иә, енді жаңағы әлеуметтік желідегіндей қызды бүйту керек, бүйтіп дайындау керек деген ондай қағидалардың бәрін сызып тастаймын. Қыздың өзінің қылығымен, еркелігімен, өзінің жақсы көретін іс-әрекетімен, например, менің қыздарым билегенді, өлең айтқанын ұнатады. Сондай энергичный болуды, ерке болуды, қылықты болуды, сондай болып қалғанын қалаймын. Бір андай бір қатты тәрбие қой деп бізде ондай жоқ. Наоборот, запрет бермеу керек деп ойлаймын ештеңеге. Сіздің қағидаңызда баланы еркін өсіру керек. Ертең
мына үлкен өмірде де өзім сияқты еркін болады деп ойлаймын деп себебі мен де жаңағыдай бәр затқа барғанмын ғой. Би десе би, домбыра десе домбыра, ән десе ән, жан жақты өскенмін ғой. Содан ойлаймын мына қазіргі ортада да өзімді еркін ұстаймын. Біздер енді блогерлер, кәсіпкерлер болып араласамыз ғой. Тұйық қыздар да бар ғой енді ішінде. Біздер да жүреміз енді постоянно. Қоғамға үйретіп өсіру керек деп ойлаймын. Андай қызға 40 үйден тыйым деген ондай тәрбие сызып керек деп ойлаймын енді. Яғни қыздарыңызды барынша ашық қылдырып, барынша еркін қылдырып өсіресіз. Ал бала шағаңыздың потенциалын қалай ашасыз? Мысалы, айтады ғой, балаларды кішкентайынан жаңа өзіңіз айтпақшы барлық секцияларға беріп көру керек, бала өзін таба білу керек деп. Балаңызды қалай болашақта дұрыс жолға түсуін қалай нетесіз, көрсетесіз, мүмкін бір ақылыңыз айтасыз, направление дейміз ғой, балаға направление беру керек. Соны қалай бересіз? Алды 8-де ғой. Енді прям направление берем деп айта алмаймын енді. Бірақ таңдаған мамандықтарына түсірем деп ойлаймын. Сөйтіп жолдасым екеуміз ақылдасамыз. Мен мамам стоматолог қой өзі. Біздерді стоматолог боласыңдар деп үйретті. Боласыңдар. Мен осы клиниканы ашып жатырмын, сіздерге ашып жатырмын, болашақта сіздер жасайсыздар деп та. Қазірден біздерде дейін стоматология бар, үшеуі дайын тұр. Стоматолог болам десе, бірақ болмаймын десе деп жолдасым екеуміз сөйлесіп қоямыз. Қандай мамандықты таңдасын, таңдамасын, қолдау білдіріп, әркім өзінің сүйікті ісімен айналысу керек деп ойлаймын. Оны да басқарып жүре алады ғой енді бұйырса. Яғни балаға өзіңнің арманын, өзінің қолынан келетінін да сөйтіп жұмыс жасату керек деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Енді сізге мынандай сұрақ, бір арманыңыз туралы, сіздің бір жүрегіңізде әлі орындалмаған бір қандай арманыңыз бар? Мүмкін бір, енді айтамыз ғой, бәріміз үлкен арман қою керек, биік мақсат қою керек, андай невозможный нәрселерді көп ойлау керек деп айтамыз. Шектеу болмау керек деп. Шектеу болмау керек. Мен өзім андай қияли адаммын да, арманшыл адаммын. Үлкен бір жүрегіңізде орындалмаған арманыңыз бар ма болашақта? Қандай? Ол бар, ол орындалмайтын да шығар деп ойлаймын деп па. Неге өйткені? Енді басқа арманның бәрі орындалды ғой, Аллаға шүкір. Бәрі орындалды. Бір арманым енді кішкентайдан жаңағы әнші болу деп айтады ғой, сахнада тұру. Домбыра ұстап, Мөлдір Әуелбекованы көремін ғой. Живой кәдімгі. Несіне бардық? Алматыға қонаққа барған кезде, концертке. Тұрған кезде көзіме жас келеді ғой. Мен де осылай тұруым керек еді ғой деп та. Бірақ мен білемін, что оның болмайтынын. Яғни кішкентай Камила мүмкін кезінде сондай бір әнші сахнаны армандады ма, получается? Постоянно бүйтіп айнаның алдында тұрып бүйтіп өлең айтатын ғой. Бір енді керемет даусымда жоқ. Бірақ слухым бар енді. Әйтеуір әндетеміз, например, да. Неге ол арманға бір қадам басып бір істемеске дейсіз ба? Сол кезде ма? Кезінде мүмкін қазір. Сол кезде, например, маған түсіндірді ата-анам. Әйел адамға өнер жолы қиын. Ол жерде жүрсең, сенің отбасың болмайды. Бала шағаны қазір түсініп отырмын ғой, енді даже жұмыс стоматологияны тастап кетіп отырмын, былай қарағанда қазір декреттемін деп та. Потому что бала шағаны өсіру керек, сабағы бар оның, киімі бар деген сияқты. Қазір ойлап қарасам, вообще дұрыс болыпты ғой сол деп негізі ойлаймын. Енді қазір бүйтіп ойласам, қазірде уже поздно сияқты, жолдасым бар, бала шаға бар, мен олардың бәрін тастап гастроль деп жүре алмаймын ғой. Неге хобби ретінде алып жүрмеске? Хобби ретінде сол міне бастайын деп отырмын, осы жазылып қойдым. Вокалға. Жазира деген подругам бар, Жазира Energy деген, білесіз ғой? Иә, білем. Театрда жұмыс жасаған актриса, өзі өнер жолындағы қыз. Ол түсінеді менің жанымды. Жазира, ол менің арманым әнші болу десем, бізге келе вокалға дейді. Сол мен вокалға барамыз, келесі аптадан бастап. Негізі екеуміздің бұрады нелеріміз қатты ұқсайды екен ше. Жабылмаған сол бір гештальтым сол. Иә, сондай қатты ұқсайды екен. Мен ойлаймын да, бірақ бәрібір қанша адаммен сөйлесем бар ғой, білмеймін, келісесіз ба, келіспейсіз ба, бірақ қанша адаммен сөйлесем, әйтеуір кішкентай кезіндегі армандаған нәрсесі бәрібір кейін шығады ше, сол нәрсе. Мысалы, сахнаны армандадыңыз ба, сол кейін соған алып келеді да, өмірлік жолша. И в итоге сіз сол жерде тұрасыз, сахнаны армандап жатсыз ба, значит бір сахнада шығу керексіз сіз. Жоқ, былай кішігірім сахналарда шығып жүрміз енді, оған реніш жоқ. Подиумға да шығып жүрміз. Достарымыздың жаңағы отырыс, любой кештерінде әндетіп те айтып жатырмыз. Өлең көп. Ол басқа ғой. Сонымен нелерім күледі ғой. Машинада отырып бәріне тыңдатамын ғой өлеңдерімді. 20 шақты өлең бар шығар. Сол айтады ғой, сіздің закрытый альбомыңыз бар екен ғой. Альбом дайын тұр. Бәрі дайын тұр. Бірақ тума-туыстың арасында, осылай, ағайын туманың арасында бір әндетіп қоямыз енді әу деп, а так былай.
ал жолдасыңыз қалай қарайды бұл сол нәрсеге? жолдасым айтамын ғой, төлеген енді бәр затыңды орындадың деймін да, машина десе машина, үй десе үй, бәрін алып беріп жатсың ғой, шүкір деймін да. Маған бір клип түсіріп берші деп сөйтіп күліп айтып қоямын ғой. Сөйтсем көреміз деп қояды. Бір авторский ән жазып бір клип түсіріп берші, мен соған қарап үйде жатамын деймін. Яғни оған қарсы емес жолдасыңыз? Оған қарсы емес сияқты, енді жайлап орындаймыз ғой. Ендігі не сол, ендігі арман деп қояды дейді да. Ендігі сұрап жүрген затым сол, күліп айтып қоямын ғой сөйтіп. Жолдасыңыз осы уақытта бір сұрақ қойғым келіп тұр осы тұста. Қызғаншақ па? Енді қызғанатыным бар, бірақ мен түсіндіріп айтамын. Неден қызғанасың? Сені жаңа әлеуметтік желіде бәр жерде көрсетіп отырмын, көрсетпей жүрсем екен. Өзіме артық қылықтап пускать етпеймін, например. Мен де деп кетіп қалмаймын ғой біреумен, например. Бәрі біліп отыр деймін ғой, сенен қорқатын шығар бәрі. Сол сияқты. Қызғанса сөйтіп сразу түсіндіріп айтып тастаймын. Сен лучше қызғанып, мені мазалап, звондап өте берме. Мен өз орнымды білемін деп. Жаңағы арман туралы айтып кететін болсақ, жаңа айттым ғой сізге көп жеріміз ұқсайды екен. Менде де кішкентай кезімнен келе жатқан арманым бар. Анау білесіз ба, бұрын ауа райын көрсетіп жататын қыздар болушы еді. Бүгін Ақтауда мынанша градус деп. Әдемі қыздар тұрушы еді ғой, шәң әдемі қыздарды алып қойды. Солардың кішкентай кезінде қарап, сол ауа райын күтетін, жаңалықтан кейін сол ауа райын и өзін елестететін, сол үлкен экранның артында бір ана телеведущияларды көретін, жаңағыдай жаңалықтар жүргізетін келіншектерді көріп қызығатынмын өзімше. Жалпы бірақ енді өмірдің жолы ағысы басқаша болып тұрмысқа шықтық, жаңағыдай бала шаға болдық. Сіз неге сол мамандықты оқымадыңыз? Сол негізі сол мамандықты оқымаппын негізі өзім. Кезінде жалпы мен медик боламын дегем. Сөйтіп мама папам Алматыға жібермей қояды да мені. Бармайсың, осы Таразда боласың деп. Сөйтіп сондықтан нефтегазовый дело, нефтему таңдап кетемін ғой менде, короче. Нефтегазовый? Мұнай газ. Сол жолы, кстати, бірінші курста мамамен жібермей қойған, Маңғыстау алыс, бармайсың практикаға, мен айтамын, 10 жылдан келіп отырмын ғой Маңғыстауға деймін мама деп күлемін ғой. И үлкен сондай бір арманым бар, тоже үлкен сахнада, білмеймін ол гештальт жабыла ма, жабылмай ма, бір андай полнометражный кинода бір өзіңді актриса ретінде. Ол да бар айтпақшы, оны ұмытып кеттім, бірақ бірінші әншілік күтіп тұр ау деймін. Бір актриса ретінде көресің ғой қазір, күшті қазақстандық кинолар шығып жатыр неше түрлі. Енді сол арманымызға жетеміз деген ойдамын, Алла қаласа. Екеумізге де бұйырсын. Арманыңыз орындалсын. Иә, сізге де рахмет. Енді өзіңіздің бір 10 жыл бұрынғы Камиланы елестетіп, қандай елестетсеңіз, қазір көз алдыңызда тұрса, қандай ақыл айтар едіңіз? Мысалы, енді қазір бізді осы подкастты жас қыздар да, келіншектер, жаңадан отбасы құрғандар, өзін енді тауып келе жатқан келіншектер бар, көріп отырса, соларға бір өзіңіздің бұрынғы Камилаға айтқан сияқты қандай бір айтар едіңіз, бір сөз? Қорықпа ештеңеден деп айтады. Тек алға. Бәрі жақсы болады деп та. Енді қазір де былай ойлап қарасам, әлде де тоқтамау керек екен. Бәрі вроде жеткен жетістігіміз уже бәрі қалыпты сияқты, былай ойлаймыз ғой, пигі деп та. Бірақ кейде жатып алып ойланамын, вообще тоқтамау керек екен адам деп та. Арман мақсаттар көп болу керек екен деп сөйтіп ойлаймын. Басқа келіншектерге де сол айтарым сол. Алға, тек алға жүре берсең, әйтеуір әрекетке берекет дейді ғой. Әрекет жасай беру керек екен. Яғни өмірдің ағысымен тек қана жүре білу ма, әлде дұрыс таңдай білу ма? Әрине таңдап білгенде дұрыс қой енді. Бірақ сол қорықпай, кейде рисковать етіп те көру керек болып тұр ғой. Сен қорқып отыра берсең, ол дым шықпайды. Жаңа әрекет жасамасаң дым жоқ. Әрекет жасасаң береке бар. Бірдеңеден бірдеңе шығады әйтеуір. Күшті, рахмет. Енді мен өзім ойлаймын, жалпы әр адам, әр тұлға болып келген, өмірге келген адамның бір өзіндік бір миссиясы болады. Оған қатты сенем өзім. Және де сол миссияны өзімде, жеке өзімде табу мақсатында бірталай уақытым кетті негізі. Бірталай соған келе жатырмын енді. Бірталай былайша айтқанда баспалдақтардан көтерілдім, құладым қайтадан, ұрындым да, сосын барып әртүрлі нәрсені көрдім. Енді сол нәрселердің бір нәтижесі қазір ақырындап келе жатыр деп ойлаймын, дұрыс жолда келе жатырмын деп. Және сізге қояр сұрағым осы тұста, өмірлік миссияңызды өзіңіз таптыңыз ба? Және ол не деп ойлайсыз? Сол туралы бір толығырақ айтып кетсеңіз. Енді жаңағы соны шынымен де ойланамын өзім. Әйел ретінде, да? Әйел ретінде негізі ондай сөз бар ғой, осы өмірге біздер дүниеге бала алып келу үшін келген екенбіз. Ұрпақ жалғастыру үшін. Ана өмірге барғанда ертең бізде
ұрпақ жалғастыру, бала туу деген жоқ, сондықтан туатынды тек мына жақта туып алу керек дүниеге әкелетінді әкеліп алу керек деп айтады. Жатып алып ойланып жатырмын ғой, енді әншілікті артқан жоқпын, енді түскен жоқпын былай да. Енді стоматология жұмыс жасадым, енді декретке шығып кеттім, қазір енді демалыстамын ғой. Біздің сол миссиямыз сол жар болу, керемет жар болу, үлгілі ана болу. Өзім сол ойлаймын, значит, ана болу, сол менің миссиям болған екен ғой деп. Ең бір қатты жеткен жетістігім сол болып тұр енді қазірге. Яғни сіз сол қазіргі өмірлік миссияңыз ана болу, жар болу, сонымен келісесіз және қабылдайсыз? Әрине қабылдаймын. Ал жаңағындай бір ойларыңыз болмайды ма? Жаңа айтып жатсыз ғой, енді әнші болу мүмкін, ол миссиям берді. Оларды уже былай ақылмен сараптап бәрін түсініп отырмын ғой. Бұрын жас кезде түсінген жоқпын, может түскім келіп, например, сол факультетке да, иә. Онда бірақ жаңа ата-анамның ақылымен бәрін түсініп, а қазір прям түсініп тұрмын ғой, что болмайтынын. Негізі сізге айтқым келеді, енді жолдасыңыздың рұқсатымен мүмкін болып та қалар. Болмайтын нәрселер болады дейді ғой, невозможное возможно. Мен ойымша әбден болатын мүмкін ба? Сізді даже көріп тұрғанда сахнада. Бәрі мүмкін. Сондай деп ойлаймын. Әрқашан кез келген әйел өзінің мақсатынан, өзінің бір арманынан қатты тоже бас тарта беруге де болмайтын сияқты да. Кішігірім жайлап жауап тұрсам болады сияқты. Қатарынан алып шығып, енді жалпы әйел болу үшін өте бір андай қиын нәрсе емес та, просто сезіммен, дұрыс жолмен, өмірлік жарыңмен дұрыс бірге екеуің ойларың бір жерден шығып жете берген дұрыс деп ойлаймын негізі. Бір ойын ұсынғым келіп отыр, Камила ханым, осы тұста сізге. Мен қазір сізге бір сөздер айтамын, сіз ойыңызға келген нәрсені айту керексіз. Яғни бұл жерде сізді басқаша қырынан тағы да бір таныту. Сүйікті күніңіз. Жылдам айту керек. Пятница. Неге? Сабақ бәрі бітеді ғой. Аналардың ең бірінші күштісі. Балдар няняға тастап туса басталады дейсің ғой, ойнамайды. Керемет. Ең сүйікті сөзіңіз? Жаным деген сөз. Әйел бақытын бір сөзбен айтқанда ол не? Еркіндік шығар. Еркіндік? Иә. Өте бір необычный жауап болды, бір ерекше жауап болды. Еркіндік берсе, бәріне еркіндік беру керек деп ойлаймын әйел адамға. Шектеу қоймау керек. Кез келген әйелге шектеу қоймау керек. Машаллах. Сіздің бір ешкім білмейтін талантыңыз бар ма осы тұста? Талантын бәрін айтып қойдым ғой. Ән айтып қорықпайтынымды айтып қойдым, судан, биіктіктен де қорықпайтынымды айтып көрдім. Ешкім білмейтін, ешкімге айтпаған талантыңыз жоқ па? Білмеймін, бәрін айтып қойдым, ашық ауызды. Өз жаныңызда бір күйзеліске түскенде қалай жұбатасыз? Күйзеліске түскенде шүкір деймін, шүкір Алла деймін, болды осы күніме. Тек шүкіршілікпен жұбатасыз? Шүкіршілік деймін. Шүкір етсең беремін тағы деп айтады ғой, бір сөз бар ғой сондай. Күшті. Қай кезде ең қатты қорыққан кезіңіз болды? Ең қатты қорыққан ба? Даже білмеймін. Білмеймін, есімде жоқ. Ондай қатты қорыққан кездеріңіз болмады ма? Бір бала босанғанда шығар. Қорқып, бала үшін не болады, жаңағы мен өмірден өтіп кетсем не болады деген бір сондай қорқыныш сезім болған шығар енді кейбір кездерде. А так ондай қатты есімде жоқ. Үлкен рахмет. Ендігі тұста қазір біздің подкастымызды, сіздің сөздеріңізді тыңдап отырған бір әрбір әйелге, мүмкін ол бір шаршаған, мүмкін бір үмітсіз, білмеймін, мүмкін бір осы подкасттан бір өзіңе керек бір айтамыз ғой, қазір бәріміз андай бір белгі іздейміз ғой, бір белгі естігісі келіп отырған мүмкін әйел болса, сол әйелге қарап не айтар едіңіз қазір? Өз тарапыңыздан. Мүмкін ол мотивация ма, мүмкін бір ақыл ма? Білмеймін, енді бір керек жерін өзіңізге сызып түртіп аласыздар деп ойлаймын. Құрметті келіншектер, қыз қауымы, әйелдер қауымы. Бір енді жаңағы ақыл айтатын бір жаста емеспін ғой, бірақ өзімнің осы уақытқа дейін жаста емес болсаңыз да, мен ойлаймын, бірталай өмірдің ағындарын, өмірдің толқындарынан өтіп, қазіргі жағдайда бір тұлға, үлкен тұлға болып отырсыз, ана болып отырсыз, бір отбасын үйітіп отырған жар болып отырсыз, оның өзі қатты кез келген адамның қолынан келе бермейді, көбісі сынып қалады, көбісі шыдамай қалады, соның бәрін төзіп отырған бір адам ретінде, тұлға ретінде мен ойлаймын, айтарыңыз бар деп мүмкін да. Енді ол ана болса, әрине қыз болса енді оңай ғой, оның поддержка жасайтын ата-анасы бар, бауырлары бар деген сияқты. Ана болса енді
өзінің балдары үшін сынып қалмау керек деп ойлаймын. Өзінің балдары үшін жаңа айтып отырмын ғой, өздерің бір кейде депрессивный состояние болады ғой, бір болады, әр адамда болады деп ойлаймын. Сол кезде просто бала шағаны ойлап, мен жоқ болсам мына балдарым кімге қалады деген сияқты болып ары қарай дальше тұрып кету керек қой. Депрессивный состояние шығып кету керек қой. Сіздің ең үлкен қорқынышыңыз сол сияқты, иә? Жоқ, енді ол қорқынышым деп айтпаймын, потому что қорқынышты сен сол қорқынышыңды беремін дейді ғой. Мына маған просто жазатын адамдар көп та, мен соған қарап айтып отырмын. Инстаграмда бір жаңа мотивация сұрап деп кейде айтады ғой. Сондай кезде мен соны айтамын. Бала шағаң болса, аласың да тұрасың да кетесің, көзің жасың сүртесің да болды. Сол сияқты. Өте рахмет. Камила Қайратқызы, біз бүгін сізді дәрігер емес, бір тұлға емес, бір жай ғана әйел ретінде бір басқаша қырыңыздан бір естідік, сұрақтарымызды қойдық, таныдық десек те болады. Үлкен сізге рахмет. Жалпы негізі өз көзқарасым өте бір нәзік. Айттым ғой, жаңа кішкентай ғана екенсіз, өзіңіз нәзік екенсіз. Өте қуаныштымын танысқаныма, бүгінгі сұхбатыңызға, үлкен шынайылығыңызға рахмет. Сізге де ұнады деген ойдамын. Және де осы тұста бір жүрегі бар, арманы бар үлкен бір нәзіктік адам көрдік та дәл қазір. Үлкен бір арманы бар. О да маңызды деп ойлаймын әйел ретінде ше. Біз енді бала шаға анау мынау деп өзімізді ұмытпау керекпіз. Өзіміздің армандарымызды, өзіміздің қалауларымызды, өзіміздің ішкі жан дүниемізді тыңдап, кішкене соған бір бет бұрып, мүмкіндігінше жасай алған дұрыс деп ойлаймын. Соның бірі ретінде сізді қазір көріп отырмын. Өте керемет, бір жақсы бір андай леп қалдырып отырсыз. Үлкен рахмет сізге. Құрметті көрермен, бұл біздің егер бұл сұхбат сіздердің жүрегіңізге жетіп, бір өзіңізге бір керек жерін түртіп алып, тәрбие болсын, әйел ретінде болсын, бір өзіңізге керек бір мотивация алсаңыз, өте қуаныштымыз. Біздің жүректен жүрекке подкастымыз осымен тамам. Біздің парақшамызға жазылып, астына пікіріңізді қалдырып, Камила ханым туралы пікіріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Және де келесіде қандай тұлғаны, кімді көргіңіз келеді, тоже жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар. Үлкен рахмет.